Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осы қыздың басындағы беретті көрсетемін. Ол өте оңай, жеңіл пішеді. 3 пішімнен тұрады. Біреу төбесі дөңгелек алынады, екіншісі оның астыңғы жағы, ең соңғысы адамның басын өлшейсіз. Менің басым мысалы үшін 57 болған, 57 сантиметрді туралап алып, тігісін қалдырасыздар да, солай тіге саласыз. Мұқият қарасаңыздар, өте жеңіл тігісі. Бір-екі көрсеңіздер, оңай түрінде үйреніп кетесіз. Соңына шейін мұқият қарап, үйреніп, тігіп маған жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр. Мен де қуанып қалар едім, сіздер менімен бірге үйреніп, өз нелеріңізді, тігін саласын үйреніп жатқандарыңызды көріп, қуанып қалар едім. Енді келесі түсірілімде мен сіздерге осы қыздың үстіндегі трапеция көйлегін көрсетемін. Бұл көйлек кез келген матадан тіге беруге болады. Астына сетка қойылған, қолына да жай сетканы складка жасап, оңай түрінде қойғанмын. Өте жеңіл тігісі. Оны да ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін. Және де комментарияға жазыңыздар, қандай киімнің пішуін, или тігуін көргілеріңіз келеді. Инстаграмға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей осы киімді мұқият қарап көріп алыңыздар. Мына біздің береткамыз, беретканың төбесі, мынау жаны, мынау манжеті. Қазір бұны тігіп көрсетемін. Осылай пішіледі. Бұл кішкентай қызға тігіп атырмын. Өте әдемі. Жаздық киетінде, анандай да өздеріңіз сәндеп кез келген нәрсеге, кез келген матадан осындай сәнді беретка тігулеріңізге болады. Мінекей, мына дөңгелегіне қазір мына боковой несі, мына солнце ключ сияқты, солнце ключ емес, былай ай сияқты алған, осыны бүйтіп айландырып, былай тігіп шығамын. Мінекей, осылай артынға ұстап тігіп аламыз. Мінекей, былай мен айландырып тігіп шықтым. Енді мына жерге манжет тігемін. Мінекей, беретканы мынау дайын тұр, бізде бұны айландырып тоже тігіп алдық. Енді бізде мынау жаңағы маңдайшасындағы манжеті. Бұны қазір мынаны ішіне салып, бүйтіп айландырып тігіп шығамын. Мінекей, ішіне салып қойдым, осыны әзір айландырып тігіп шығамын. Мінекей, мынандай бас киімді, бұны тігіп шықтық манжетін. Енді біз бұны қазір киіп, манекенге киізіп көрсетемін. Осы керемет әдемі болып шықты. Бұны кез келген матадан тіге берсеңіз болады. Қалын, жұқа, созылатын, штапель, шеріс, драптарда тігіп шығуға болады. Өте әдемі, оңай, жеңіл түрінде тігіп үйреніп алыңыздар. Достарыңызға, таныстарыңызға тарқатыңыз. Комментарияға жазыңыздар. Мінекей, бұл бас киімде тігіп аяқтадық. Қарап тұрсаңыз, өте жеңіл. Бұны кез келген адам тігіп піше алады. Сіздер де мұқият қарап, осыған қарап пішіп тігіп, маған жіберіп отырыңыздар. Келесі түсірілімде қандай киімнің үлгілерін, пішуін көргілеріңіз келеді, соны маған комментарияға жазып жіберіңіздер. Инстаграмға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Достарыңызға, туған туыс бауырларыңызға да жіберіңіздер. Олар да осы менің видеомды көріп, көптеген тігіс саласынан әртүрлі киімдерді пішіп тігіп үйренсін. Келесі түсірілімде кездескенше сау болыңыздар, мұқият қарап үйреніп алыңыздар.